Баршаңызға сәлем. Кеше біз каналды баннер қоюды үйрендік. Ендігі кезекте каналға логотип жасап, қалай біз оның обложкасын қоюды үйренеміз. Дәл солай сіз YouTube каналыңызды ашқан кезде сізде осындай бірінші әрпіңіздің белгісі тұрады. Соған басасыз. Келесі мой канал. Мына жердегі өзгерту белгісін басатын боласыз. Каналыңыз дәл осылай шығады. Сонымен біз артына баннер қойып үлгердік. Названиясын жаздық. Сонымен ортасындағы тұрған осыны басамыз. Мен дайын фотомды қоямын. Үлкейтулеріңізге болады, өздеріңізге қарай. Сонымен міне енді сіздердің каналдарыңыз жап-жасыл ю деп тұрмайды. Енді сіздердің каналдарыңыз қап-қара болып, өздеріңіздің қойған канал фотоларыңызбен әдемі, күшті канал болып шыға келді. Жақсы, келесі сабақта кездескенше.